Қайырлы күн оқырмандар. Бүгін бізде аяқ массажы. Аяқ массажына бізге табан, балтыр, сан кіреді. Жалпы аяқ массажының жасалу уақыты 10 минуттан 15 минутқа дейін жасауға болады. Аяқ массажының пайдасы бізде денедегі қан айналымын жақсартады, жүрек жұмысын тікелей жақсартады. Өйткені бізде табанда 400-ден астам точкалар бар. Сол точкаларға әсер ете отырып, бүкіл ішкі органдарға, миға, жүрекке, бауырға, бүйрекке бүкіліне әсер ете аламыз. Сонымен қатар аяқ массажы қарсы көрсетілімдері де бар. Аяқ массажы бізде варикоздың асқынған түрінде екінші, үшінші степень болса, варикоз жасауға болмайды. Аяқта қандай да бір бөртпелер болса, жаралар, ашық жаралар кезде аяқ массажын жасауға кеңес бермейміз. Егер үлкен кісілерде аяғы қақсап, табаны ауырып, сондай жағдай болатын болса, қыздыратын майларды пайдалануға болады. Мына массажға арналған масло, бұдан бөлек қыздыратын бізде меновазин бар, камфорный масло бар. Солармен де аяқ массажын жасап, аяққа өте жақсы әсер қалдыруға болады. Сонымен қатар жүкті кісілерге, соңғы айларында ересек кісілерге массаж жасау барысында бірінші қатты баспаймыз, бірінші ақырын темппен бастаймыз, сосын барып давить етіп бастаймыз, қаттырақ басып жасаймыз. Егер бірден қатты жасайтын болсақ аяқ массажын, аяқ тырысып қалады. Өйткені бізде тонус бар. Аяқта егер тырысып қалса, аяқты жазу қиын. Бізде мына аяқты жасағанда 3 бөлікке бөліп жасаймыз. Ішкі бөлік, ортаңғы бөлік, астыңғы бөлік. Осыларды бөлек-бөлек. Санға да жасағанда ішкі бөлікке ақырын жасаймыз. Санның ішкі бөлігіне, балтырдың ішкі бөлігіне, мына ортаңғы, сыртқы бөліктерге қатты жасай береміз. Ал енді аяқ массажын бастаймыз. Аяқ массажын бізде табаннан бастаймыз. Майымызды жағамыз. Бірінші бүкіл аяқты қыздырып аламыз. Ал енді массажымызды бастаймыз. Массажды бастамас бұрын аяқты жақсылап табанмен қоса қыздырып аламыз. Сипалау арқылы. Чтобы аяқты массажға дайындау үшін. Жақсы. Табанға жасағанда өте үлкен емес, валик жасап алсаңыз болады. Кез келген орамалдан, простынадан болса да. Табанды жақсылап бірінші қыздырып аламыз. Жақсы. Бірінші табанды осылай қолды замокқа жасаймыз да. Тоқта болмайды. Табанды жақсылап қыздырып алдық. Сосын қолды замокқа жасаймыз. Замокқа жасап, екі жақпен табанды жоғары қарай көтереміз. Бұл табанның жақсы босаңсуына көмектеседі. Мен жасап көрсеткен техника бойынша жасасаңыз, аяғыңызда өте жеңілдік пайда болады. Жақыныңызға массаж жасап қуансаңыз болады. Мына жерде каналдар бойымен жүреміз. И мұнда бізде сіңір бар. Бассаңыз өзіңізге сезіледі. Осыны сыртқа қарай уқалаймыз. Кішкентай балдарда да май табан болса, осыны міне осылай сыртқа қарай уқалап, май табанды кетіруге болады. Егер үлкен басып бармақпен жасау сізге ыңғайсыз болса, қолды бүгеміз, фаланга движениесімен осылайынан жасаймыз. Төмен түсеміз. Сосын қолдың сыртқы жағымен осылайынан әрі движениені 7-8 рет қайталауға болады. Қайтадан сипалаймыз. Астымен қоса алып. Бізде көбінесе үлкен кісілерде шпори пайда болады. Ол қан айналымының ретсіздігінен, немесе көп қозғалыстың жоқтығынан осы жерлерде шпорилар пайда болады. Соның алдын алу үшін қан айналымды жақсартамыз. Табанның екі шетінде ұмытпаймыз. Астымен қоса аламыз да каждый саусақтың подушкасын уқалаймыз. Бұл да өте керемет әсер береді адамға. Аяқты тынышталдырады. Шаршаған, напряженный аяқтарда. Үлкен саусақтың подушкасын кеңінен аламыз осылайынан. Жақсы. И каждый саусақты пальчик между пальчик, саусақты саусақтың арасын, саусақты саусақтың арасын.
И мына екі саусақтың ортасына қыстырып, осылайынан қозғалту арқылы арасында жүргізіп өтеміз. Жоғарыдан төменге қарай сыйпаймыз. И қолды бөгеміз да, міне осылайынан. Жақсы. Келесі балтыр мен санға өтеміз. Екеуін бірге жасаймыз. Сияқты массажға дайындап қыздырып аламыз. Бұл бізде 8 жасар бала болғандықтан аяқ бұлшығы өте кішкентай. Үлкен кісілерде қыздыру барысында сіздің алақаныңыз осылай жасағанда талып кетсе, қыздыру барысында осылай қолды бүгіп жасауға болады. Міне мына жағымен тырнақты байқаймыз. Міне мына ішкі жағымен. Аяқтың массажға дайын болған қайдан білеміз? Тері қызарып бастайды. Қан айналым болғандықтан және өзіңіздің қолыңызға сезіледі. Жақсы, жақсылап қыздырып алдық. Жаңағы айтқан техника бойынша ортаңғы бөлігін, санның да, балтырдың да ортаңғы бөлігін ақырын жасаймыз. Өйткені ол жақта жұмсақ жұқатын жер ортаңғы и сыртқы бөлігіне қаттырақ жасаймыз. Ішкі бөлігіне алақан мен сыртқы бөлігін параллельно үлкен бас бармақпен уқалаймыз. Міне осылайнан и осылайнан. Осылай қойып қоймаймыз. Осылай келген кезде артқа қарай сипалап қайтамыз. Мына тізенің ішкі бөлігін басуға болмайды. Бұл кішкентай бала болғандықтан аяғы жеңіл. Егер үлкен кісілерде аяғы үлкенде болады ғой, сіз былай бір қолмен көтеріп тұру ыңғайсыз болса, аяғыңызды кушетканың үстіне қоясыз, аяқты өзіңіздің аяғыңыздың үстіне қоясыз да, жоғарыдан төменге қарай алақанның ішкі бөлігімен жасайсыз. Үлкен саусақтың подушкасымен. Міне шынтақтың ішкі жағымен жасасаңыз да болады, егер алақанмен қиын болса. Өте жақсы ощущение береді. Аяқтың ауырсынуын басады. Аяқтағы застойларды кетіреді. Үй жағдайында да жақындарыңызға массаж жасап көмектесуге болады аяқ ауыратын кісілерге. Немесе профилактика ретінде де жасап беріп қуантуға болады. Егер видеода кейбір жерлер түсініксіз болса, комментарийға жаза кетіңіз. Сізге қайтадан түсіндіріп түсіруге тырысамын. Жақсы, келесі қолымызды фаланга жасаймыз. Екі жағынан аламыз. Массаж жасау барысында жасап жатқан кісіден сұрайсыз, қолын қатты батып жатыр ма, немесе ақырын болып жатыр ма, барлығын сұрайсыз. 2-3 рет осылай жүріп өтесіз. Әр движениеден кейін осылай бір сипап өтесіз. Сосын екі алақанды аламыз да, міне екі жағынан осылай төменге қарай тартамыз. Мына терін жиырдық, төменге қарай тарттық. Міне осылайнан жасаймыз. Міне. Жақсы. Енді шынтақтың ішкі бөлігімен қолдың мына тізенің ішкі бөлігі ортада. Бір қолды санға қарай, бір қолды балтырға қарай жүгіртеміз. Дөңгелете отырып массаж жасаймыз. Кезек-кезек санға, балтырға, санға, балтырға. И ортаға келеміз де екі жаққа қарай тартамыз. Әр движениені 7-8 рет қайталауға болады. Сосын балтырдың ішкі жағын ақырын жасаймыз осылайнан. Сыртқы бөлігін кішкене қаттырақ. И ортаңғы бөлікті жоғарыға қарай итеру арқылы жасаймыз.
Енді санның ішкі бөлігін сыртқы бөлігін негізі жамбас бөлікті де қосып алып кету керек, просто видеода көрсетуге болмайды. Өзінің сондай ережелері бар. Дәл жамбас бөлікті де осылайынан қосып алып кетесіз. Мына жерде седалищный нерв бар. Белге, құйымшаққа әсер етеді бізде. Соңында көтеріп, қолды тігінен ұстап, осылай. Міне жұмсақ жеріне қойып, аяқты осылай разминка жасауға болады. Аяқтың жаттығуын. Бұл жаттығуды төсек тартып жатқан адамға да жасауға болады. Ол кісілер уже жүре алмаса, аяғында қан айналым болмайды. Сол кезде өзіміз жасап, қан айналымды ретке келтіріп отыруға болады. Дәл осылай аяқ массажын жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін бізде аяқ массажы. Аяқ массажына бізде табан, балтыр, сан кіреді. Массаж жасау барысында бізде өте қатты мән беретін жағдай, санның ішкі бөлігіне, балтырдың ішкі бөлігіне қатты давить етіп массаж жасамаймыз. Себебі бұл бөліктер жұмсақ әрі нәзік болып саналғандықтан ауырсыну сезімі қалып кетеді. Табанды аяқты массаж жасамас бұрын жақсылап қыздырып аламыз, массажға дайындап. Егер бірден техниканы бастап кететін болсаңыз, аяқта, табанда ауырсынулар қалып кетеді. Келесі кезде массаж жасаған кезде қолды тигізбей ауырсынады. Жақсылап қыздырып аламыз. Табанды қоса қыздырамыз. Аяқ массажы бізде қан айналымды реттеп, және ауырсынуларды басуға өте жақсы көмегін тигізеді. Осылай қолды замокқа жасаймыз. Өкшені былай захватывать етіп, жоғарға көтереміз осылай. Бізде табанда пайда болған шпорлар, табандағы ауырсынулар осы табан массажы арқылы жақсы кетеді. Міне осылай әр саусақтың бойымен өкшені де ала отырып жасалынады. Егер сізде үлкен бас бармақпен жасау ыңғайсыз болса, қолды осылай бүгемізде, қолдың сыртқы бөлігімен тырнақты байқап жасаймыз. Аяқ массажын толық көргіңіз келсе, YouTube арнама өтіп көруге болады. Осылай. Бұл массаж бізде бірден асқан балалар мен ересектердің бүкіліне жасай беруге болатын техника. Аяқ массажына жалпы 10-15 минут арнаймыз. Әр көрсетілген техниканы 7-8 реттен қайталауға болады. Балаларда бізде майтабан көп кездесе де, қазіргі кезде мына майтабан, мына жердегі бізде бұлшық еттің көтеріліп тұруы, соны былай сыртқа қарай уқалау арқылы майтабанды негізі кетіруге болады. Осылай жасаймыз. Бізде мұнда шектердің, жүректердің бүкіл органның точкалары табанда орналасқан. Аяқтың подушкаларында жеке-жеке уқалап шығамыз осылай. Бірнеше рет қайталауға болады. Сосын саусақтың арасын уқалаймыз. Өте жақсы ощущение береді. Осылай аяқты алдыңғы бөлігімен қоса уқалаймыз. И табанды осылай ұстап созуға болады осылай. Табанның екі бөлігін де ұмытпаймыз. Қоса массировать етеміз. Жақсы. Толық массажды көргіңіз келсе, YouTube арнама өтіңіз. Төбеде тұрған сілтемеден YouTubeға өтуге болады менде.